Абайлаңыздар. Ринат Заитов мәлімдеме жасады. Мәжіліс депутаты айтыскер ақын Ринат Заитов шығармашылығындағы жаңалығын айтты. Ринат Заитов әлеуметтік желідегі парақшасында жеке шығармашылық кеші өтетінін айтып, жазба жариялады. Әуелден өнер адамы екенім бәріңізге аян, бірақ өмірдің бұралаң жолы мен саясат сахнасына алып келді. Бүгінде әр күнім кешегі көрерменді сағынумен өтеді. Кейінгі 10 айда есіме түсетін бақытты сәттерім аса көп емес. Сондай сәттердің ең тәттісі осыдан 2 жыл бұрын өткен шығармашылық кешім. Содан бері қарбалас жұмыстардан уақыт үнемдеп, сіздермен тағы бір жүздесудің ретін келтіруге барымды салудамын. Шүкір, оның да орайы келген сияқты, деді депутат. Ақынның шығармашылық кеші 10 ақпан күні Алматы қаласындағы Республика сарайында өтеді. Әннің барлығы жанды дауыста шырқалады. Сағат 19:00-де өздеріңізді абайлаңыздар атты музыкалық кешке шақырамын. Кеш түгелдей жанды дауыста өтеді. Өздеріңізге танылған әндерді қазақ сахнасының жұлдыздары Мейрамбек Беспаев, Ғаділбек Жаңай, Заман тобы, Нұржан Шөкенов, Мақпал Исабекова, Ермек Меденов, Бибігүл Қилымхан, Әсет Есжан, Айсәуле Қайырғазина, Ұлжан Ағлақова, Нариман Абдрахманов, Азат Дулатұлы, Құралай Өтепова, Ерсейіт Әлиев және тағы басқа Алатау ансамблінің сүйемелдеуімен орындайды. Уақыт тауып, келген көрермен өкінбейді. Біз сіздерді сағына күтеміз, деді депутат Ринат Заитов. Ақын бұл кешке мемлекет қаржысынан 1 тиын да жұмсалмайтынын жеткізді.